Ары қарай кеттік. Енді мына жерде Дианада шығара алмаған мына есепті. Мен қазір кішкене басқа біреуден сұрайын. Сұлтан шығара алды ма екен? Вот Сұлтан шығара алмаған, бірақ Сұлтан, шығара алмаған. Сұлтанға естіп тұрсың ғой да? Иә. Қараңдаршы балалар, мына есепте сендерге ауыздарыңа салып тұр ғой, мынандай алмастыру жаса деп тұр. И сонымен мынаның мынаған тең екенін көрсет дейді. Енді қара міне. Интеграл 2-ден 5-ке есептің өзін жазып жатырмын. 5 минус x бөлінген 2 плюс түбір астында x минус 1 dx. Бізде міне қараңыз, алмастыру жасаймыз. U дегеніміз ол x минус 1 түбір астында. Солай ғой? Түсін ба? Енді қараймыз міне. Мынаны алмастырып көрем. Интегралды қойдым. 2-нің орнына не қоям? 2 дегеніміз бұрынғы x қой енді. Бұл жерде x пен тұрды ғой. X-ның орнына 2-ні қойсаң, U не болады? Есептеші. X U1 1 ғой енді, түсініп отырсың ба? 2 алынған 1 ол 1. 1-дің түбірі 1, U1 ол. Енді мына 5 бар мына жерге. Неге X-тің орнына 2? Өйткені басындағы есебіміз мына жерде X пен тұр ғой мұнан түгелі. А мына жақта мына уже U мен тұру керек. Солай ғой? Иә. Вот. Енді X-ның орнына 5-ті ғой. Так, U тең 2. 1-ден 2-ге дейін дұрыс қой. Так, 5 минус мына x-ның орнына не жазам енді? Қарап көрші, мына жердің алдымен 2 жағын квадратта не болады? U квадрат тең x минус 1. Сонда x неге тең болып тұр? X тең U квадрат плюс 1. Вот, енді міне 5 ол сан жай ғана минус x-ның орнына U квадрат минус 1-ді жазам. U квадрат плюс 1, минус пен минус 1 болып кетті. Түсініп отырсың ба? Иә. Так, астына жазам 2 плюс түбір астында x минус 1-ді не деп белгіледік біз? U. Енді dx-ның орнына не жазамыз? Міне мына x тең мынаған деп тұр. Екі жағынан да туындалшы, x-ның туындысы dx, U квадраттың туындысы не болады? Жай 2U. 2U du. Түсінікті? dx-ның орнына сонда 2U du-ды қоясың. Көбейтілген 2U du. Түсіндің бе? Иә. Ең ары қарай ықшамдайық просто енді. 1-ден 2-ге дейін тұр. 5 минус 4 минус U квадрат қой. Иә, 4 минус U 4 минус U квадратты қалай жіктеуге болады? 2 плюс U 2 минус U деген 2 минус. Түсіндің бе? Иә. Мына чтобы астымен қысқару үшін астымен қысқарады. Ең болады 1-ден 2-ге дейін 2 минус U көбейтілген 2U du ғана қалды. Түсіндің? Иә. Жақшан ашасызса мына ұры шығады. Түсінікті ме? Иә. Енді екінші есепте міне жаңағы мынау уже жаңағы бірінші есеп қой, тура сол. Тура соны. Мынаған тең екенін көрсетіп қойдың сен уже біріншісінде міне 1-ден 2-ге дейін жаңағы 4U минус 2U квадрат дейді. Осыны есептей салу керек просто. 4U-дің интегралы не? Айта бер ал. 4 тұрады, U-дің интегралы не? 4U квадрат бөлінген 2. Минус 2 тұрады болады. 2U куб бөлінген 3. Так, 1-ден 2. Плюс. Енді Ньютон Лейбниц формуласы бойынша бірінші 2-ні қоям. Мына жерде екен қысқартып берейінші. 2-ні қойғанда 2-ден 3. 8. Бірінші 2-ні қоямыз түгеліне. Тең 8 минус 2-ден 3 көбейтілген 8. Солай ғой? Иә. Минус жақшашамызда 1-ді қоямыз енді. 2 минус 3-тен 2. Енді жақшаны ашайық просто. 8 минус 16 бөлінген 3 минус 2 плюс 2 бөлінген 3. Бүтін сандар 8-ден 2-ні алып тастасам 6 қалды. Минус 3 16-дан 14. Ортақ бөлім 3. 3-тен 18. 3-тен 4 қой. Иә. Түсін бе, Сұлтан?
иә түсінікті